Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өйткені алдағы уақытта тағы да жаңа ойындар салынып отырылады. Бұл ойындар мектепте, универде, колледжде, кез келген пәндерде қолдануға жарайтын жақсы интеллектуалды ойындар. Енді мен бүгін сіздерге осы Қызы екен ойынының 4-ші версиясын көрсетемін. Менде 3 версиясы бар, олар YouTube каналда салынған. Бұлардан бұл версияның қалған версиялардың айырмашылығы, бұл версияда видео бар. Мен алдыңғы версияларында видео жоқ, тек қана сұрақ жауап түрінде. Ал мынада мен барлығына видео қойып құрастырып шықтым, дайын сұрақтарымен. Қазір осыны ашып көрсетем. Показ слайдпен сначала деп ашамыз. Ойында бастау деген батырмаға басамыз. Одан кейін ойынымыз басталады. Осы жерде барлық тақырыптар жазылған. 2 топ қатысады ғой, енді бұл қазір стандарт түрдегісі, қалғандарын тағы көрсетемін. Мына жерде уақыт бар, мысалы, сұрақ қойылады. Осы сұрақта ойланады, мысалы. Негізі Қызы екеннің анау версиясында, мысалы, YouTube-тағы версияда ондай уақыт жоқ, бірақ мен мектепте қолдану үшін осылай уақытты қойдым. Одан кейін, мысалы, варианттарын айтады. Бір рет басса осылай белгіленеді, сары түсті болып тұрады. Сосын бұл сұрақтың жауабын көру үшін видеоны қосамыз. YouTube Қытайда 17-ші ғасырда пайда болды. Оны ең алғашында тек балыққа арналатын соус ретінде қолданады. Кетчуп деген атау да. Біраз информацияны айтуы мүмкін, бірақ жауабын уже айтты. Дұрыс жауабы Қытай екені. Дұрыс болса осылай шығады. Одан кейін келесі дегенге басамыз. Видеода толық осындай қызықты мәліметтер айтылады. Енді дұрыс жауап берді, балл береміз, мысалы 100 балл деген сияқты. Одан кейін келесі таңдалған ұяшық осылай жабылып отырады. Одан кейін, мысалы, тағы бір нені ашып көрейік. Мысалы, ғаламшарды ашайық. Бұл жерде қандай сұрақ, мысалы, осындай сұрағы шықты. Мына уақытты қоспай қояйын. Мысалы, бір жауабын белгілейміз осы жерден. Қате жауапты белгілейміз. Мысалы, осыны белгіледік. Енді арасындағы арақашықтық 384.440 шақырым. Бұл аралыққа Меркурий, Шолпан, Марс. Яғни осы ненің арақашықтығы дұрыс екен. Дұрыс жауапты белгілеп қойдық. Мен баса салдым, бірақ дұрыс болып қалды. Жарайды, бұған да балл бере саламыз. Келесі өстіп ойнайды. Барлығы істейді мына жерде. Осылай шығып тұра береді. Қазір мен қате болса қалай болатынын оны да көрсетейін. Бір вариантын айтады ғой, мысалы. Мысалы мына жерде мынау қате жауап осы. Осын белгілеп қойды. Сұрақты оқыды, сосын мынаны белгіледі, мысалы. Олар қатысушылар, оқушылар болмаса мұғалімдер ойнаса да болады. Одан кейін тексереміз. Түсіп қалса, оның ағзасы ұшу кезінде кедергі болмас үшін екінші қанатын дәл сол жерінде. Екінші қанатындағы несін түсіреді дейді. Яғни мынау қате, мынаған басып, қате екенін көрсетіп, мынаның дұрыс екенін өстіп көрсетеміз. Осылай. Яғни видео арқылы барлығы видеосы бар. Мынаған балл берілмейді, мынаған балл беріледі. Мысалы, өстіп ойнатып, сонда ойынды аяқтау деген батырмаға басып, ойынды аяқтаймыз. Барлық сұрақтар жазылған, 13 сұрақ, жалпы 12 сұрақ негізі 2 топқа қойылады, сосын 13-ші сұрақ, мынау сұрақ, 13-ші сұрақ жыртқыш деген. Осы 2 топқа қойылады. Бұл қиын сұрақ, видеосы да мына жерде тұр, міне. Барлығының видеосы бар, дайын шаблон алып мектепте қолдансаңыздар болады. Енді бұны өзгертуге болады. Тағы бір нәрсе, мысалы мектепте 2 топ емес, сіздер 3-4 топқа да қолдансаңыздар болды. Өйткені мектепте оқушылар көп. Ол үшін де мен былай жасап қойдым, міне. 3 топқа арналған версиясы бар. Осындай тура осы шаблонның 3 топқа арналғаны, сосын 4 топқа арналғаны бар. Міне, 4 топ. Дәл сол ойын, тек қана тобын көбейтіп қойған осылай. Мектепте енді оқушылар көп болғаннан кейін өстіп көбейттік. Енді бұл жерде сұрақтарын өзгерту керек болса, мына жерде өшіріп, варианттарын дұрыс жауап, қате жауаптарын жазып шығасыздар. Одан кейін мына жерде видео тұр. Видеоны өшіріп тастап, былай біразат етіп алып тастайсыздар, вставка арқылы мына жерден видеодан өзіңіздің видеоңызды қоясыз. Ешқандай қиындық жоқ, өзгертіп қолдана беруге болады. Осын дайын түрінде қолдансаңыздар да болады. Мысалы, сыныптан іс-шара, бір сайыс сабақ сондай өткізуге осы Қызы екен ойына қолдануға болады. Егер осы ойын керек болса, маған жазыңыздар, сол жерде сіздерге толығырақ айтатын болам. Назарларыңызға рахмет.